Бәлкім өздерінде байқаған шығарсыңдар. Картаның бізді достық тапсырмасымен жібермегеніне көп болды. Иә, Старлайт өткенге оралуға тырысқалы бері. Иә, сол кезден бастап. Алайда зерттеу жүргізгенімде Старлайт көмектесті. Және біздің ойымызша, оны қайта қоса аламыз. О, тамаша. Ендеше созбайық. Флаттершай мен Твайлайт Апалузада. Жоқ. Рэмбоу Дэш екеуміз Лас-Вегастамыз. Жоқ. Рэмбоу Дэш пен Твайлайт Қодастар мекенде. Жоқ. Твайлайт пен Твайлайт қамалында. Мен және Рэрити. Бұл пони тұяғы тимеген алыс жер деп үміттенем. Мүмкін онша алыс емес шығар. Онда заманауи жағдай жасалған деп үміттенем. Контрлот! Керемет болды. Дүкеніме кіріп шығамын. Бәлкім ақсүйектер кешіне баратын шығармыз. Көйлектерімді дайындауым керек. Не кисем екен? Түсінбеймін, не үшін кейбір понилер бос нәрсеге алаңдайды екен? Сүйкімді пони. Сүйкімді пони сені көп күтті. Сүйкімді пони әлемге ғажайып нұрын төтіп. Риясыз күлкі мейірім жүрекпен сыйларсың бізге Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл Сүйкімді пони біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Ғажайып өмір. Сонымен, іздейтініміз достық мәселесі болған соң қамалдан бастаймын. Мен әдепті... Рэрити, достық мәселесін іздемейді. Ол сені өзі табады. Ағыспен аға беру керек сонда, бабах! Дәл маңдайыңа кеп тарс етеді. Ендеше, бұл топтық жұмыс. Ағыспен ағуды қаласаң, солай ақ болсын. Қызық, ағыс бізді қайда апарар екен? Кантерлотты білесің ғой, мұнда немен айналысуға болады? Таңда, мәдениет, сән, асы. Сұмдық, қарның ашыпты ғой, түскі асқа барып келейік. Бір жерді білем. Мейрамхана қалашығы. Бұл әлденуге болатын қаладағы ең жақсы орын. Керемет, қараш. Таңдау көп екен. Қайда барамыз? Мұнда ма? Анда ма? Мұндай белгісі бар кез келген мейрамханаға. 3 таға мәртебесі. Кімнің тағасы? Кімнің болушы еді? Зетсе Гурманның, ас үй патшайымы. Ол Контрлотпен бүкіл Эквестрия бойынша басты беделді аспаз. Мейрамханаларды жабдықталуы астың ұсынылуы бойынша бағалайды. Оның мақұлдауынсыз мейрамхананың ісі алға баспайды. Оның мақұлдауы не үшін сонша маңызды? Зетси өте үлкен ас үйде өскен. Тағам туралы сөз болғанда бәрі соның сөзіне құлақ асады. Демек бұл жерде тағамдар өте керемет. Мені жетеле, серіктес. Саған. Жабдықтау деп осын айт. Айтарлықтай дәмді. Бәлкім дайын болмаған шығармын. Жалпы бұл не? Басқа жерге барайықшы. Тағы бір байқап көрсем бе? Жоқ. Басқа біреудің талғамына сенім артпайық. Және мейрамхананы өзім таңдаймын. Жарайды. Дәмді тағам. Бұл тым қарапайым. Және ешқандай көрсеткіш жоқ. Солай болғаны жақсы. Бұл жер ашық ба өзі? Иісіне қарасам ашық сияқты. Түскі асқа келдіңіздер ме? Иә, әлбетте. Мен Сафрон Масаламын. Дәмді тағамның бас аспазымын. Кантерлоттағы ең таңсық тағамдар бізде. Бүгінгі күннің тағамдары туралы айтып берейін бе? Біз кішкене біраз... Иә, өтінем. Карри қосылған сұлы бәліші бар.
Біз аламыз. Және түні бойы Дижон қышқасында маринатылған шөптен дайындатылған сэндвич бар. Бұдан қалай бас тартуға болады? Ал сізге ше? О, мен бе? Мен тоқпын, рахмет. Көрсеткіш жоқ. Не істесең де олар мұнда келмейді. Сәлем, атыңыз кім? Кориандр Кумин. Сіз де аспассыз ба? Қызым аспас. Ал мен асты ұсынам. Сіз не үшін орындықтарды көтеріп жатырсыз? Тұтынушылар жоқ. Тұяғым бос. Сондықтан жинап жатырмын. Әке, қойыңыз өтінем. Мұнда қонақтар отырған кезде мейрамхананы жаппаңыз. Бәрібір емес пе? Олар кеткен соң ешкім ешқашан келмейді. Әке, көзқарасыңыздан қонақтар жасқанады. Ең болмаса қуанышты кейіп танытыңызшы. Өтінем. Қандай дәмді! Сен екеуміз үшін де жасандылық жасап жатырсың. Ешкім жаңа нәрсенің дәмін татып көргісі келмейді. Берілетін кезді білемін ғой. Пинки, кеткеніміз жөн деп ойлаймын. Рэрити, дәмін көрші. О, Егер менің ұсыныстарыма құлақ асқаныңызда, О, я. Сөз тыңдамайтын қызым үшін соншама жерден келген жоқпын ғой. Рэрити, достық мәселесі алдымыздан шыққан сияқты. Қызым-ау, саған қашанға қайталуға болады. мына екеуіме білмеймін қымбаттым. Тамақ дәмді, бірақ оларға немен көмектесуіміз мүмкін екен мүлде елестете алмаймын. Енді не істеуім керек? Тіпті Зейсти Гурманды бізге келуге көндіре алмадық қой. Бұл жердің бос екенін көрді де, мұнда бағалайтын ештеңе жоқ деді. Дәл солай. Я! Не солай? Ағыз бізді осында келді. Бұл біздің тапсырмамыз. Сіздерге 3 тағам мәртебесін алуға көмектесеміз де мейрамхананы құтқарамыз. Мұнда Зетси Гурманды ертіп келемін. Ал мен мұнда понилерді ертіп келем. Мұны қалай іске асырасыздар, а? Маңызды емес, бізге сенім артыңыздар. әке, өтінем заттарды жинауды доғарыңыз. Сүйкімді пони келіп, Зейсти Гурманды мұнда келуге көндіре алмағанын айтқанда, бәрібір жинауымызға тура келеді. Мен әншейін алдын ала бастадым. Сіз Рэритиді білмейсіз ғой. Мен мұны іске асырдым. Көрдіңіз бе? Менің әсемдігім және мадақтай білуім қажет болды. Дегенмен Зетси Гурманды сіздің тағамдарыңыздың дәмін көруге көндірдім. Мұның астарында не бар? Иә. Бір қиындық бар. Оның бос уақыты бүгін кешке ғана бар екен. Кешке. Ой, иә, әрине. Не болды? Зетси мейрамхананы асханасы, жабдықталуы, тамақтың ысылуы бойынша бағалайды. Және оның өзіндік талғамы бар. Егер ол бүгін кешке келетін болса, атын шаруамыз өте көп. Мысалы? Мына жерді болар-болмас ретке келтіру керек. Мәзірге болмашы өзгертулер енгізу қажет болады, бәрі мұнда өздерін жайлы сезінетін болсын. Әке, тыңдаңызшы, Рэрити біз үшін соншама тырысты. Ең болмаса байқап көреміз бе? Қане, мен кориандрмен қалып, Зетсидің келуіне дайындалам. Сен Сафронмен барып, мейрамханаға келушілерді тартуға тырыс. Мейрамханаға аншлаг жасау оңай. Кориандр, сіздің күмәніңізді түсінем. Алайда бұл жерді мейрамхана қалашығындағы мейрамханаларға ұқсатып, 3 тағам мәртебесін аламыз деп сөз берем. Әкем Рэритиді ақылынан адастырып жібермес деп үміттенем. Бәрі жақсы болады. Рэрити тағамдарды Кантерлоттағы ең дәмді бірегей тағамға айналдырып жібереді. Мейрамхана қалашығындағы іш пыстыратын орындарда емес. Сізге айтайын, табысқа жетем десең, табыстың кілті трендте. Қалауын орындаңыз, жоспар құрыңыз, арманыңызға жетіңіз. Шебер аспассың мен мойындаймын, тамағың дәмді қолдаймын. Бармағыңнан бал тамған шеберсің, бізге көрсету міндетің. Қолымыздан келет біліміз, асхананы жұмыс етеміз. Сенеміз біз бір-бірімізге, шаруаны дөңгелетеміз. Өзгертеміз, жарысқа да түсеміз, саспаңыз біз істі білеміз. Оғаш көрінер, оны да түсінеміз, бірақ бізге сеніңіз.
ешқашан өзгерме, сөздерге ерме, сенің талғамың ерекше. Болсын өзгеше жалтақтама ешкімге, Таңдап алдара жолыңды. Қолымыздан келет білеміз, азғанданы жұмыс етеміз. Сенеміз біз бір-бірімізге, шаруаны дөңгелетеміз. Бірегей болыңыз, жүрекке сену керек. Әр қадамды біз бақылаймыз, өйткені біз понилердің не жейтінін білеміз. Қолымыздан келет білеміз, азғанданы жұмыс етеміз. Сенеміз біз бір-бірімізге, шаруаны дөңгелетеміз. Кеш батайын деп қалды, ал біз тұтынушы таппадық. Не істеуімізге болады? көбірек тырысуымыз керек. Ханымдар мен мырзалар, керемет дәмді тағамдар мейрамханасының тағамдарына баға беріңіздер. Бүгін дәмді тағамдар мейрамханасының қайта ашылу салтанаты болады. Оның қанша тағасы бар? Әзірге тағасы жоқ, бірақ жақын арада болады. Ол бағаланған кезде хабар беріңіз. Мына тағалардай. Оу, қарашы қымбаттым. Дәмді тағамдар. Бұл мейрамхана деп ойлайсың ба қымбатты? Я, мейрамхана. Біз Кантерлотқа Винниаполистан жаңа нәрсені байқауға келдік. Бірақ мұна сәнді жердегі тағамдар ештеңе қосып әзірлеген еш нәрсеге ұқсайды. Өтінем, мұнда кіріп шығыңыздаршы. Менің ойымша, бұл дәл сіздер іздеген жер. Бұл Зетсиге ұнау үшін керектің дәл өзі. Әке, біз кел! Рарити, мұның не? Сен не істегенсің? Дәмді тағамға қош келдіңіздер. Қаласаңыздар тамақтанып алуларыңызға болады, әлде қаламайсыздар ма? Білем, өте әдемі, Зетсиге ұнайтыны анық. Басқалардай бардың көшірмесін жасауды емес. Кантерлоттағы ерекше мейрамхана болғанын қалаған біз. Біз үш таған алуға көмектескіміз келеді. Егер мұнда да барлық жердегідей болса, мүмкін болады. Әке, бұл не? Тек бұл емес. Кез келген нәрсе болсын, тек бұл емес. Алайда мұнда табысқа жету үшін осы керек қой қызым. Дегенмен түсінші, бізді Кантерлот қандай болсақ сол қалпымызда ұнатқанын қаладым. Рарити, сен мейрамхананы бүлдірдің. Не деп тұрсың, мейрамхананы құтқаруға көмектестім. Сонымен басқа қонақтар қайда? Бүгін қанша пони келеді? Екі? Екеуме? Сен ештеңеге қарамастан аншылақ жасайтыныңды айтып едің ғой. Ал сен мейрамхананы жақсартамын дегенсің. Екеуміз де не айтқанымызды түсінбегенбіз. Зәтси гурман, понилер, орындарыңа барыңдар. Дәмді тағамға қош келдіңіз. Бүгін сізге не келейін? Мұның қандай да бір маңызы болуы екі талай. Әйтсе де қане, мені таңғалдырыңызшы. Біз күн мәзіріндегі тағамдардың дәмін көреміз, бәлкім өзіндік ерекшелігі бар тағамды. Біз шынайы дәмі бар тағамды қалаймыз. Сафрон масала, сен не істеп жатырсың? Беделімізді сақтап қалуға тырысып жатырмын. Аз да болсын дәм қосайын деп шештім. Жо, Зетси мұны қаламайды. Қандай тамақ сарапшысы дәмді қаламайды. Бұл ақмақтық қой. Мұны аналарға апарамын. Жоқ, бұл Зетсиге ұнамай қалады. Бәрін бүлдіресің. Жоқ, сенің қателігіңді түзетуге тырысып жатырмын. Жоқ! Бұл жерде ісім біткен сияқты. Зетси, өтінем тоқташ. Түсіндіруіме мұрша берші. Рарити, сәннен хабарың бар. Саған достық кеңесім. Саған мейрамханаларды бағалаудың қажеті жоқ. Сай келмейтін тағам, нашар қызмет көрсету. Сәнгердің тырысқанын тіпті сен байқайтын шығарсың деп ойлағам. Алайда шамасы келмеген екен.
мұндай күмәнді жерді сұну арқылы қоғамдағы өз беделіңе нұқсан келтіруің мүмкін. Күмәнді ме? Біле білсеңіз, ең дәмді тағам осында. Кез келген пони азық түлікті қосып, ана екеуі сияқты мәдениетсіз понилерге ұнайтын, дәмін болжауға болатын тағам пісіре алады. Ей, Бірақ нағыз өнер иесі сәл ғана сезілетін дәмді жасай алады. Жұпар иіске мән береді. Міне, осыны Кантерлотқа енгізіп жүрмін. Бұл өнер. Қатты ұялып отырмын. Қаншалықты шынайы өкініп отырғанымызды жеткізуге сөзім жоқ. болары болды. Төгілген тамаққа бола жылаудан пайда жоқ қой қызым. Міне, бала кезімде бұл мені әрқашан қуанышқа бөлейтін. Менің кеспе қосылған ашы көжем. Мәс саған, бұл өте дәмді тағам. Бұл жерде ішкен ең жақсы тамағымыз. Тіпті өткен жолғыдан да дәмдірек. Бар арманым осыны істеу еді, әке. Кантерлот понилеріне бала кезімдегідей тамақтарды пісіріп беру. Осы менің арманым еді. Екеуміз бірге тамақ пісірмегелі көп болды. Өзіңе ұнамайтын азық түлектерді қалай тығып қоятын есіңде ме, қызым? Не екенін білесіздер ме? Бұл тамақ туралы қайдағы бір мен Дарамиус не десе о десін. Бұл таңдаулы тамақ. Бұл шындық. Мұны дәлелдеу үшін сіздерге түкке жарамсыз үш тағаның қажеті жоқ. Бұл екі есе шындық. Жай ғана понилерге тамақтың дәмін татқызу керек. Ал олар Кантерлоттағылардың бәріне қаладағы ең дәмді тағамда екенін айтып Бұл береді. үш есе шындық. Я, алайда Зестидің мақұлданусыз бірде-бір пони тамағымыздың дәмін көрмейді. О, көргенде қандай Пинки. Екеуміз бұл тапсырма үшін ең жақсы топпыз. Тек дұрыс жасамағанбыз. Мен барып тобыр ертіп келем, ал сен осында қалып, мұна жерді бұрынғыдай бірегей және қарапайым қалпына келтіруің керек. Ал біз ше? Екеуіңіз бе? Екеуіңіз тамақ пісіресіздер. Қалаған тамақтарыңызды көбірек етіп әзірлеңіздер. Мен бәрін ертіп келем. Айтыңыздаршы, Кантерлоттағы ең сәулетті дүкеннің иесі сәнсіз нәрсені мақтаушы ма еді? Уақыт таяп қалды. Салтанатты түрде қайта ашылуға дайынсыздар ма? Ашылмай тұрып, әкем екеуміз көмектеріңізге алғыс айтқымыз келеді. Бар ойымыз, мейрамхананың табысқа жетуі болғаны сонша, оны біз не үшін ашқанымызды ұмытып кетіппіз. Қызымыз екеуміз жай ғана бірге тамақ әзірлегенді ұнатушы едік. Әр қарай не болса да мұны есімізге салғандарыңыз үшін рахмет. Балақайлар, құшақтасамыз. Алға! Сауық кешін жасайтын кез келді. Алға! О, Керемет. дәмді тағамға қош келдіңіздер. Жайғасып отырыңыздар. Тағамның иісін ай. Иснай. Өтінем, тағамдарымыздың дәмін көріңіздер. Бұл не? Мұнда барлығы не істеп отыр? Бұл мейрамхананың тағалары жоқ. Кантерлотқа мен белгілеген асханаға сай келмейді. Ешкім бұл тағамдарды жеуге жарамды деген жоқ. Не болып жатыр мұнда? Рерити мен оның достары бұл жердің тағамдары дәмді деді. Солар айтты ма? Ал бір нәрсе айтатындай олар кімдер? Рерити қандай қалпақ киюге болатынын айталады. Оның құрбысы жалды қалай сәнсіз бұйралауға болатынын айталады. Әйткенмен олар қандай тағамды жеу керек екенін айта алмайды. Иә, біз айта алмаймыз. Және сен де айта алмайсың. Ешкім өзінің талғамын басқаларға зорлап міндеттемеу керек. Сенің талғамың өзгеше. Өте оғаш. Иә, тамаққа деген көзқарасың басқаша. Бұл сенің құқың, еркің білсін. Дегенмен понилер, саған ұнаған соң солай тамақтануға тиіс емес, түсіндің бе? Рерити дұрыс айтады. Мұнда өте дәмді деп есептеймін. Мейрамхана қалашығында ысталған сұл әзірлейтін жерде жұмыс істеймін. Біздің тамақтарды ұнатпаймын. Бұдан былай тек ысталған, тұздық қосылған, қақталған тағамдар болады. Иә, бұл тағамдар шабытыңды оятады. Менің наубайханам бар. Апамның кекстерін апам сияқты пісірем. Оның құрамында соншама дәм бар. Иә, әрине. Әрине. Зести,
тамақтың дәмін көргің келмейтініне сенімдісің бе? Мұндай жаңа ашылған бірегей мейрамхананы елемей, қоғамдағы беделіңе нұқсан келтіруің мүмкін. Керемет! Көп рахмет. Сендер екеуің де ғажапсыңдар. Менге мені Раритидің белсенді тобын ештеңе тоқтата алмайды. Әлбетте!